Ассалаумағалейкум жігіттер. Так, бүгін мынау ручной вод туралы түсіреміз. Ручной вод. Бірінші уақытта паузаны көреміз. 60 сағат 3 минут тұрыппыз. Кетті. Молотоктармен белгілеп, мәшинеде болмаған уақытымызды дәлелдейміз. 6-тан 22 кеткенде алыныпты. Осыдан 2 күн бұрын. Так. Окей дейміз. 16 күні азанғы сағат 6-тан 22-де чип карта алынды. Одан кейін не істедің деп сұрап тұр молоток. Бұл жерге біз молоток қоямыз. Стрелканы төменге қарай басып отырып, молоток қоямыз. Окей дейміз. Сөйтемізді мына числоны 16-сына апарамыз. 6-дан 22 кеткеннен кейін где-то так 15 минут молоток қып жүрсек болады. 6-тан 22-ден так. Сағатты сол 16 күні азанғы сағат 6-ға апарамыз ғой. Азанғы сағат 6-ға апарамыз. Оны аламыз да так 4, 5, 6 8 минут 9, 10. Ладно, 35 кетем дегенше молоток болды дейміз. Енді 6-тан 35 кеткеннен кейін не істедің бүгінгі күнге дейін дейді. Бұны стрелканы төменге қарай басып отырып, қазір молоток болады, сұрақ белгі шығады. Сұрақ белгіден кейін конец страны. Азанғы сағат 6-тан 35 кеткенде конец страны болды сол 16 күні. Окей дейміз. Конец страны қаяқ болды дейді. Германия болды дейміз. Сосын одан кейін не істедің бүгінгі күнге дейін дейді. Бүгінгі күнге дейін кроват болды. 18-іне дейін сағат 6-дан 15 кетем дегенше кроват. 6-дан 15 кетем дегенше осылай болды дейміз. Так. 6-дан 15 кетем дегенше кроват болды дейміз. Енді не істедің одан кейін дейді. Одан кейін тағыдан стрелканы төменге қарай басып отырамыз. 1, 2, 3. Так, конец страны деп тұр. Тағы да бір рет басамыз. Начало страны. 6-та 15-те біз жұмысты бастадық. Бастаймыз. Начало страны Германия. 6-тан 15 кеткеннен бастап, сағат 6-тан 25 кетем дегенше біз молоток қоямыз. Молоток қоямыз. Так. Көрдіңіз ба? 10 минут сол кезде молоток болды. 10 минут тепенді. Жатқан жерден мәшинеге дейін келдім деген әңгіме ғой. Начало страны. Вот. Бұны аламыз да енді молотокқа қойып қоямыз. Менен мынау түсіндіріп отырған кездегі кеткен уақыт мынау 3 минутта кетіп қалды ғой. Негізі былайнан 1 минут 30 секундта істеп тастайсың ғой. Осылайнан енді. Екі ортаға енді мен паузам көп болып тұр ғой қазір. 45 сағат пауза сию керек қой, обязательном порядке. 10 минут рабочий уақыттарды екі басына молотокты қосқанда деген сияқты. 15 минут қып қоясың ба. Негізі әр суббота воскресенье 45 сағаттан көп пауза тұратын болсаң, чип картаны алып тастау керек. Сосын салатын кезінде осылайна ручной вод істеп, былайнан образны есептей саласың ғой. Арғы басына қанша минут қоям молоток, бергі басына қанша минут қоям молоток. Ортаға 45 сағат сыйса болды ғой. Так, осылайнан